3 аю. Ертеде қалың тоғай ішіндегі үлкен бір үңгірде 3 аю тұрыпты. Олар түнімен тоғайды аралап, күн ысыған кезде үңгірге кіріп жатады екен. Ең ірісі және мықтысы ақтөс аю болыпты. Қазандай тасты допша домалатып ойнайды екен. Күштілігіне мақтанып, кішкене аңдарға маза бермепті. Бір күні түлкіні құйрығынан ұстап жұлқылайды. 2 аю, түлкі бізге тиіскен жоқ қой, қоя бер, депті. Бұл түлкі мені сыйлап жүрем десе, жіберем, деп құйрығын бұрай түседі аю. Құйрығы ауырған түлкі қыңсылап, аю аға, босатшы мені, сыйлап жүрейін, деп жалыныпты. Аю есіріп, енді түлкі мені сыйлап жүреді, деп мақтаныпты. Тағы бірде қасқырды ұстап алып, аяғын мытып, құлағынан жұлқылап, босатпай есін шығарады. 2 аю тұрып, қасқыр бізге тиіскен жоқ қой, депті. Егер мені сыйлап жүремін десе, босатамын, деп гүр-гүр етіпті ақтөс аю. Жаны қиналған қасқыр қырылдап, аю аға, сыйлап жүрейін, деп жалбарынады. Ақтөс аю 2 серігіне, енді мені қасқыр да сыйлап жүретін болды, деп қоқиланыпты. 2 аю, сені бұдан бұлай түлкі мен қасқыр жек көреді және ешқашан сыйламайды. Өйткені сен оларға күш көрсетіп жәбірледің, депті. Жоқ, сыйлайды, деп екіленіпті ақтөс аю. Ақыры 2 серігінен бөлініп кетіпті. Тоғайды аралап ұзақ жүреді. Бір уақытта әлгі өзі жәбірлеген қасқыр бір топ ұяластарымен ақтөс аюдың алдынан шығыпты. Сен маған жазықсыз азап көрсетіп едің ғой, енді бәріміз жабылып, сені талаймыз, депті қасқыр. Көп қасқырдан зәресі ұшқан ақтөс жуан бір ағаштың басына өрмелеп шығып алып, аман қалыпты. Қасқырлар біраз тұрып кетіп қалыпты. Сонан соң жерге түсіп, жан-жағына қарап сескеніп келе жатса, өзі жәбірлеген түлкі кездесіпті. Түлкі сызылып, аю аға, неден қорқып келесің, деп жайын сұрапты. Көп қасқырдан қашып келемін, депті ақтөс аю ентігіп. Онда жылдан бері қарай жүр, жаңа мына жақтан қасқырлар көрініп еді, дейді түлкі жол көрсетіп. Түлкі нұсқаған жаққа тұра қашқан аю күмп беріп батпаққа түсіп кетеді. Түлкі аюдың қасына келіп сықылықтай күледі де, сен ана жолы маған жазықсыз жабыр көрсетіп едің, сол үшін сазайыңды тартқызғым келді, деп кетіп қалады. Ми батпаққа батқан ақтөс аю әуреге түседі. Өліп талып әрең шығады. Шаршап, шалдығып, сүмірейіп үңгіріне оралады. Саған не болған? Дейді 2 серігі. Мені қасқырлар қоршап алып, талап тастай жаздады. Содан ағаштың басына шығып құтылып ем. Қайтып келе жатқанымда түлкі кездесті. Ол мені алдап, батпаққа батырып кетті, дейді ақтөс аю мұңайып. Күшіңе сеніп, әлсіздерді күшпен сыйлатам деген ойың дұрыс емес екендігіне енді көзің жеткен шығар, депті 2 серігі. Сөйтіп, ақтөс аю өз қателігін мойындап, бұдан бұлай ешкімге күш көрсетпеймін деп, қасындағы серіктеріне уәде беріпті. Ал балалар, сендерге ертегі ұнады ма?